Сәлем балалар, 3 сынып математика 163 сабақ бекіту тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен шамаларды салыстырасың және олармен амалдар орындайтын боласың. Бірінші тапсырма салыстыру. 1 минут 30 секунд. Мұндағы 1 минут 60 секундты құрайды, демек 60 секунд 30 секундтан артық. 2 сағат пен 120 минут. 2 сағат 120 минутты құрайды, демек 2 сағат пен 120 минут өзара тең. Бір ғасырда 100 жыл бар, демек бір ғасыр 90 жылдан артық келеді. 200 жыл артық бір ғасыр 90 жылдан, 3 минут 25 секунд артық 200 секундтан, 2 тәулік 20 сағат кем 70 сағаттан. Екінші тапсырма, қажетті сандарды қой. Жарты ғасыр бұл 50 жыл, ширек ғасыр бұл 25 жыл. 1 минуттың үштен бір бөлігі бұл 20 секунд, 1 минуттың 6-дан бір бөлігі 10 секундты құрайды. Екінші тапсырмасы, күннен жерге жарық 8 минут және 1 минуттың үштен бір бөлігі, яғни 20 секундта жетеді. Бұл неше секунд екенін табайық. 8 минутта 60 секундтан 480 секунд, 480 мен 20 секундтың қосындысы жалпы 500 секундты құрайды екен. Үшінші есептерді шығар. Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне 36 ұлттық мәдени орталық қатысты. Олардың әрқайсысы 2 әннен және 3 биден дайындап әкелді. Барлығы неше нөмір көрсеткен? 36-ға 3 пен 2-ның қосындысы 5-ті көбейтеміз, 180. Демек, олар барлығы 180 нөмір дайындап алып келген. Үшінші есебі. Мерекеге арналған кітап көрмесіне барлығы 150 кітап қойылды. Олардың 25-і салт дәстүр, ал одан 3 есе артығы, яғни 75 кітап әдебиет және өнер тақырыбындағы арналған кітаптар. Қалғаны әртүрлі сөздіктер. Көрмеге қанша сөздік қойылған? Демек 150-ден 75 пен 25-дің қосындысы 100-ді кемітеміз, 50-ге тең. Демек көрмеге барлығы 50 сөздік қойылған. Төртінші тапсырмасы есептерді шығар. Олжас үй тапсырмасын 1 сағат 30 минутта орындады. Ол өлең жаттауға 15 минут, есеп шығаруға одан 2 есе артық уақыт жұмсады. Қалған уақытта эссе жазды. Олжас эссені неше минутта жазды? Демек, 1 сағат 30 минутты минутқа айналдырып аламыз. 1 сағат 30 минутта 90 минут бар. Ал енді 15 минутты қосамыз, 15-ті 2 есеге арттырып. Және 90-нан азайтамыз 45. Жауабы есептің Олжас эссені 45 минутта аяқтаған. Төртінші тапсырмасы, логопед дәрігер балаларды 9-дан 12-ге дейін қабылдайды. Егер ол бір балаға 30 минут уақытын жұмсайтын болса, онда ол осы уақыт аралығында неше баланы қабылдайды? Демек, 12 мен 9-дың қосындысы 3 сағатқа тең. Өйткені 12-ден 9-ға дейін 3 сағат бар, ал 3 сағат дегені 180 минут. Ол 30 минут сайын неше баланы қабылдайтын табу үшін 180-ді 30 минутқа бөлеміз 6. Демек, ол 30 минут сайын осы уақыт аралығында 6 баланы қабылдай алады. Бесінші тапсырма. Әрбір сағат 3 сағат 20 минут 35 секундтан кейін қандай уақытты көрсетеді? Бірінші сағат дәл қазір 14 сағат 15 минут 45 секундты көрсетіп тұр. Ал 3 сағат 20 минут 35 секундтан кейін 17 сағат 36 минут 20 секундты көрсетеді. Екінші сағат дәл қазір 10-нан 50 минут және де 20 секунд кеткенін көрсетіп тұр. Ал ол 3 сағат 20 минут 35 минуттан кейін 14 сағат 10 минут 53 секундта уақыт өзгереді. Келесі сағаттар да осылай жалғасады. Үшінші сағат 7 сағат 45 минут 45 секундты көрсетсе, соңғы сағат 20 сағат 50 минут 35 секундты көрсетіп тұрады. Алтыншы тапсырма, бос орындарды толтыр. 80 секундты 2 есеге арттырғанда 160 секунд. 160 секундта 2 минут 40 секунд бар. 6 минут 40 секундты 5-ке бөлгенде 80 секундқа тең болады. 3 минут 46 секунд пен 2 минут 74 секундты қосқанда өнектің мәні 420 секундқа тең. 4 ғасыр 80 жыл мен 2 ғасыр 65 жылдың қосындысы 745 жылға тең. Ал 950 жылды 5-ке бөлгенде 1 ғасыр 90 жылға тең болады. 3 ғасыр 20 жылды 3 есеге арттырғанда 9 ғасыр 60 жылға тең болады. Жетінші есептерді шығар. Сыныпта
32 оқушы бар. 8 оқушы ән айтады және де би билейді. Ал 6 оқушы тек қана өлең айтады. 10 оқушы тек қана билейді. Неше оқушы өлең айтады? Неше оқушы би де билемейді, өлең де айтпайды? Демек есептің шартын құрастырып алайық. Барлығы 32 оқушы. Әнді де айтып, биді де билейтін оқушы 8. Ал тек өлең айтатын оқушы 6, ал би билейтін оқушы 10. Ал енді біз өлең де айтпайтын, би де билемейтін оқушының санын табамыз. Ол үшін тек би билейтін 10 оқушыны, 6 оқушы бұл әнде биге де баратын оқушылардың саны деп алдық. Және 8 ән мен биге баратын оқушылардың саны. Және осы сандардың қосындысына 32-ні азайтқанда өрнектің мәні 8-ге тең. Демек, өлең де айтпайтын, би де білмейтін сыныпта 8 оқушы бар. 8-ші тапсырма. Сызба бойынша өрнек құрастырып, ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Өрнектің мәнін тауып көр. 132-ні 2 есеге арттырамыз. Өрнектің мәні 264-ке тең. Ал енді 264-ке 40-ты қосамыз, өрнектің мәні 304-ке тең. Ондағы бірінші қосылғыш белгілі болды. Ал енді екінші қосылғышты табамыз. 950-ді 5-ке бөлеміз, өрнектің мәні 190-ға тең болады. Ал енді екінші қосылғышты табу үшін 140-қа 190-ды қосамыз, өрнектің мәні 330-ға тең болады. Демек, екінші қосылғышымыз 330 саны. Ал енді үшінші қосылғышты табамыз. 78 бен 3-тің бөлінісі 26 санын береді. Ал енді 2 мен 26 сандарын көбейтеміз. Көбейтіннің мәні 52-ге тең. Демек, біздің үшінші қосылғыш санымыз ол 52 саны. Ал енді 3 қосылғышты бір-біріне өзара қосамыз. 304 пен 330-дың қосындысы 634-ге тең. 634 пен 52-ның қосындысы 686-ға тең екен. Ал енді осы өрнектердің жалпы мәні 686 болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.